Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге оңай және тез жасалатын мен тағамдардың бәрі сондай. Балаларға болсын, үлкендерге болсын, өте дәмді, аяқ асты, көп затты қажет етпейтін. Міне осы қандай ғана заттан бір керемет тағам жасайтын боламыз. Ал ендеше бастауға кірісейік. Менде мінекей осындай тауықтың еті бар. Мінекей. Енді осыны мен жібіткен жоқпын. Жібітсе қазір бұл жаңағы біз үккішімізден өтпей қалады. Мен осындай үккіш бар менде. Соның уақыттау жағынан қазір бисмилля деп тауықтың етін өткіземіз. Сіздерге көрсетейін. Жеңіл жасалады, уақыт көп алмайды, өте дәмді. Мен осындай күштен өткізіп жатырмын. Бұны мясорубкадан, блендер ма, содан өткізуге болады. Болмаса даже үп-уақ қып турауға да болады шығар деп ойлаймын. Осылай морозильниктен аласыздар да, жібітіп жатпайсыздар. Лезде алып, неке осындай күшімізден неке осылай өткізіп. Енді өздеріңіз біліңіздер, сіздер мүмкін ертіп, мүмкін мясорубкада жасауға да болады. Осылай қып, не күштен өткізіп аламыз. Мынаның бәрін өткізу деген мақсат емес. Тауықтың төсеті ғой, осының жартысын ғана өткізесіздер. Неке мен болдым, кішкентай жағынан өткіздім, үлкен жағынан өткіздім. Не осындай тауықтың етін осындай қалды. Есебі екі төсет жабысып тұрады ғой, соның біреуі ғана кетті. Менде мінекей. Не бесіне. Осылай болып шықты. Мінекей. Бисмилля. Егер де мұзда екен десеңіздер, қолдарыңызға қолбақ киіп, сыртынан салфан мешочек киіп тастеуге болады. Болмаса жібіп тұрса мясорубкаға өткізіңіздер. Бұл асыққанда енді. Жібіп әлмей асып жатамыз ғой, сонда болады осылай. Неке осынша шықты, менде мінекей. Бұл мұздай болып тұрғаннан кейін осындай көтеріліп тұр. Уайымдамаңыздар, көп керек екен деп. Неке бір дана картобымыз, уақыт алмайық деп біз бәрін тазартып жуып аламыз алдын ала. Енді осы картобымызды осындай күштен тағы да өткіземіз. Картобымызды өткізіп алдық. Енді осыны кішкене суын сығып тастаймыз. Бір дана картоп жетеді. Енді да етіміздің үстіне саламыз бисмилля деп. Енді мындай бір дана жуамыз. Енді жуаны міндетті түрде уақыт ауғып кесеміз. Болса сіздерде андай жуа турайтын бірдеңелеріңіз болса, сіздерде сондаймен турауға болады. Мен осы пышақпен осылай уақ қып турайым. Осылай уақытықта осы жуанның барлығын үстіп уақыттап турап шығамыз. Енді мінекей, менде осындай жусай қалған екен, өткенде күріш пісіріп ем, содан енді. Осы жусай дегенді мен әйдік жақсы көремін, өзім керемет дейді. Чесноктың, сарымсақтың орнын басады, бір жағынан дәм береді, түс береді, жаңағыдай өзінің түсін жоймайды, қайда салсаң да жап-жасыл болып тұрады. Осыны мен кішкене түс берсіңдер. Болғаннан кейін салып жатырмын, құрметті көрермендер, сіздерде егерде осындай қалып қойған жаңағы көк жуаларыңыз болса, жаңағыдай ас көктеріңіз болса, осыған қалдырмай салып жүруге болады. Болмаса, іздеп дүкеннен сатып алудың қажеті жоқ. Мен үйде болғасын текке солып қалады ғой деп салып жүрейін деп жатырмын. Мінекей. Енді біздің жаңағы бір дана жұмыртқамыз бар. Бір дана жұмыртқамыз, соңғы затымыз салып атқан ішіне. Енді осыған тұзымыз бен бұршымыз саламыз. Мен бір шай қасықпен тұз салдым. Өздеріңіз бақылаңыздар. Дәміне қарай көресіздер ғой, кейбіреулер ащы қалайды, кейбіреулер тұщы қалайды. Мен жетектеп тұрмын. Енді осыған қара бұрыш саламыз. Сарымсақта салуға болады, мен жусай болғасын салған жоқпын. Енді осын жақсылап тұрып араластырамыз. Мен енді бұл маған кәдімгі тауықтың етіне котлет жасаймыз ғой, бисмилля. Сол котлеттің
несін дәмі бәрі осы котлеттікіндей болады. Осыны жақсылап тұрып араластырып алыңыздар осылай. Мінекей менде осындай шықты. Мінекей осылай кішкене қою болады, көрдіңіздер ме? Менде мынандай үйдің майы бар. Мінекей бесінде деп осы үйдің майын салып ерігенше жан-жағына жағайық осыны. Болмаса, сармай болмаса, жаңағы дүкеннің әдемі пайызда, жоғары пайыздағы сармайымен жасауға болады. Мен енді қолды майымен осылай көбірек қолды майын пайдаланам. Мінекей әбден ертіп алайық. Мен бір ас қасықпен толтырып сармай салдым кішкене. Бір жағынан мол болса да, жан-жағына тиіп, салғанда да дәмдірек болсын, себебі оның құрамда ешқандай май жоқ қой. Енді осы майымыз неге қызды. Бисмилла деп жаңағы тауығымыздың етін, картопымызды араласқанды бисмилла деп осыған саламыз. Өте керемет болып шығады. Есебі кәдімгі майға қурған котлет сияқты, бірақ жартылай буға піседі. Осыны бисмилла деп қазір жан-жағының бәріне жазып, кәдімгідей жұқартып саламыз. Шикі болады деп ойламаңыздар. Әр жағы 15 минуттан жарты сағаттай уақыт алып кәдімгідей піседі. Арасында бір шама шаруа бітіріп тастауға да болады. Жақсылап бүйтіп жазып аламыз. Мінекей, бәрін тегістеп алдық. Осыны енді қазір бір қақпағын жауып, бір баяу отта 15 минуттай, астын ғана 15 минуттай пісіріп аламыз. Ар жағын қазір көрсететін боламын. Мінекей, 15 минут өтті. Бисмилла. Мінекей, әдемі пісті. Біздің үлкен мама котлетімізді қойайын ба? Мінекей, әдемі асты да әдемі болып тұр. Енді осыны біз қазір тәрелкемізді бүйтіп жауып, бисмилла деп аударып аламыз. Кереметіне. Есін айтыңыздарса. Енді бисмилла деп осыны қайттан орнына саламыз. Құрметті көрермендер, енді сіздерден бір кешірім сұрап, бірден айтайын деппін. Мен осы котлетімізге сыр қосуға ұмытып кетіппін. Қоспай да істеу керегі болады осылай. Бірақ негізі мен өткенде бір қосып жасағанмын. Енді қазір кішкене балаларға қызық болсын деп, сырды балалар қалайды ғой негізі. Шамалап бетіне және үкіштен өткізіп, азғантай ғана сырымызды салып жүреміз. Осыны енді тағы да баяу отта екінші жағын 15 минут пісіретін боламыз. 10 минут піскеннен кейін 5 минут қалған кезінде бетіне жаңа сырымызды үкіштен өткізіп қосып жібереміз. Мінекей, тамағымыздың пісуіне 5 минуттай уақыт қалды. Мен жаңа құрметті көрермендер, сырды ұмытып кеткен екенмін, сондықтан мындай ғана 100 грамм, 150 граммдай ғана сыр алдым. Бар болса, енді балалар жақсы көреді ғой, үлкендерге де жеуге де болады. Есебі котлет қой, үлкен қылып пісірген. Осылай бетіне себемізді, қазір 1-2 минуттан кейін алатын боламыз. Тамағымыз дайын болды. Керемет. Енді осы біз жаңағы тәрелкемізге ақындап түсіріп аламыз. Енді бұның ішіне шик болып қалатындай ештеме жоқ. Құрметті көрермендер, уайымдамаңыздар. Жаңағы біздің тауығымыздың еті ғана ғой, піспейді десеңіздер. Ол енді екі жағын 15 минуттан пісіріп алғанда шик болуы мүмкін емес. Жарты сағат болады. Есебі үлкен котлет. Ал құрметті көрермендер, дегустацияны өзім жасаймын. Айназ жаңа бір жерге кеткен, тәтесі келіп, енді бисмилла деп осыны қазір кәдімгідей біз торт кескенде, жаңа пирог кескенде кесеміз. Мінекей, ой, дәмін көрсеңіздер, міндетті түрде мен рецептімізбен жасаңыздар, көріңіздер жасап, мен өтірік алдамаймын. Мен осыны өзім балаларыма берем қазір, балалар жейді. Тауықтың еті өте жеңіл, арасында жасап тұруға болады. Біздің үйде тауықтың етін жейтін балалар бар қазір. Енді мен ренжімеңіздер, мен енді қолмен, дәмін қолмен тататын боламын. Қараңыздар. Өте керемет. Бисмилла. Тұзы да, дәмі да, бұрышы да көп, тағы жей алайыншы. Ыстық
тай жесең аш әдемі болады екен. Өте керемет. Енді мінекей торғайдан келген қымыз. Торғайдың қымызымен жесеңіздер вообще керемет болады екен. Ал құрметті көрермендер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәп осы менің рецептіммен қатып қалған ештеңе де жоқ. Сыр қоспасаңыздар да болады. Мінекей жасап көріңіздер. Ал құрметті көрермендер, міне сіздермен бірге кешкі асқа дайындаған тағамыз дайын болды. Өте тез, өте жеңіл, өте дәмді. Қолда бар заттармен жасалады. Осындай міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәм өте керемет болып шығады. Маған лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.